көрдірген ғой. Ұнтағындай алтынның ұнап жатса, көрермен шапалаққа көндірген ғой. Сәрсенбінің сәтінде қауышқандай, ағайын аман есен көрдіңдер ғой. Шешіп тастап, шайқасып бір көрейін, шапанның бар екенін көрдіңдер ғой. Жазмыштан озмыш жоқ деп айтқанда Алла, пенделік райыңнан қайтқандан ба? Сақтансаң сақтармын деп тағы да айтқан, жүрегі алып ұшқан айтпалдарға. Теңгеде типыла боз ажал болды, газелдегі жараны жайтталғанда. Сақшылардан айқайша адам керек, дейтіндей тәртіп бұзған тәйтбалдарға. Бердім деп тыныштығын берсін Құдай, қайырлы болсын айтайық қайтқандарға. Қазақтың тәжәбілай тәлім абай, үмітсің үлкен сөздің мәнін абай. Алаштың алдаспаны Әбілқайыр, даңқы бар бассардардың дабырадай. Мәңгіліктен мәңгілік елді іздеген, қорқыттай қобыз тартқан кәрі бабай. Төле би төтелетсе сазданатын, Қазыбек жайған сөздің қазғанатын, жүгінген әйтекеге әлімадай. Ерменбет Есенсейіт құрыш айтқан, Бәйменбет дұғасындай дұрыс айтқан, жерінде Маңғыстаудың мағына абай. Тобанияз, Әбнияз топ айтқандай, Мәтжанды мақалдатқан жар жаңа. Елбасымның дәріптеп елге айтқаны, қарлығаш жүректерге қалуы алай. Рухани жаңғыру ұрықтарда тарихтан беретіндей тағыр абай. Ұрпағын жүзге бөлмей жүзіп жүрген шалдардың шалқар көкте бәрі дарай. Ер сарының қайрағы ерлерімнің жарақтарын қайраған жариядай. Мақамын сарлататын мақтын баба қарагөз бұлақтағы қариядай. Күйген ұшқан күйіктің белгісіндей манашыдан тұрмайды маңырамай. Қаңғырғаз әулиенің қабірінде шапағатты түндерде шағыладай. Шерғаладан ұшатын шекпенменен ораз ұшқан ордалы мағынадай. Қайсы бірін айтайын қайран жердің, аңыздарын шырқаған ариядай. Қаламқастың қайласы қамбар батыр, жарлысын асыраған жанұядай. Тарихта алған сорап арулар бар, балған шолақ шырқаған ғалиядай. Қырымнан 40 батыр аттандырған, мұрынның мұрағаты танымалай. Керболадай кеудемнің шөлін басқан, даламның ақындары дариядай. Шаппадай құйрық майға шаппаса да, жабының ақпандағы жалиядай. Маңғыстау ақалтеге арғымақтай, жабыларды көрмейтін жанұядай. Бекеттің әруағына бет сипаған, әуелден әулиесін мәлімадай. Асты мұнай аспанда құдайы бар, ассалаумағалейкум қаныңадай. Қарпандай ақын едім тағысынды, арқардай аңсап туған жанышыңды. Шындық деген шыңдардың сілеміндей, ақындар мекендеген аңысыңды. Құлжа мойын шыңдардың құрдасындай, дәуірлерден естіңдер даусыңды. Сабырыңның иесі саттар Алла, әуелден бақылаған әрісіңді. Менің шайтан үшін шарбақтайды, жаратқанға сенбесең жарышыңды. Бісміллә рахман рахим деп, қайтадан қанағатпен таңышыңды.
Tirilerge siltey verme sabırsız aybaltanın sabısındı. Ruhani şembirden uruz izlep saklama sardar bulsan karşında. Sıyındım atam beket arvağına şariqattın bilteri şamısında. Okman taudun basında oynap durgan Mayzagayga kayradım namısımdı. Traktardın kanatın pırpırlatıp Jursunaga bastayver jarısındı. Altabaştın balası armısınдар sağından Amudarya ağısındı. Kelimlerde Kudayga keldindirme domburadan tanıydın kağısındı. Adibettin baldırlı balvan edim, Dağıstan'dan estiydin davuzumdu. Haydi! Tırnağıma tınışlık vermez edim, Karşarım ötülmasam kamısındı. Örttöy bolup tiyedin өлеңдермен, Kamısqa tağı saldım barısımdı. Allah'ın altın tağı yürektirdi, süyetin sünnetmenin janışındı. Oğlandı da ruhu otpay jangan, arkalanıp söyleymin arısımdı. Ақтаудан ябекет деп аттанғанда, шағадамнан көресің жабысымды. Шағадамнан көресің шабысымды. Қаламаймын әсемжан қалысыңды. Келгенде әулиелім Маңғыстауға, жіберме қарындасым шанысыңды. Шапалақты қағамаға болғанда меліс адай әсем алай біреуінен даралама бір ала бірі құла оның бұза бәрінің орны бірдей әзамаға адайда абайда өз перзентін ел ана перзентінді ала қасыма қарсылас боп меліс келді айтысқа түскен кезде тартынбаған ағайын ортаңызда жарқ етейін қосайдың найзасындай жарқылдаған шапанды шешіп шайнайын деді ағам биікке мен емеспін талпынбаған аузына ағылыстанның түсіп қалдым дем беріп отырыңдар халқым мағаны ұсынса жырдан әсем ережең бал болмайын отпан таудай неге заңғар соятын соңғы малын қонағына бұл елде үзілмеген көне заң бар мұнайын барға сақтың қазынасы сіздерде өле жемей бөле жеу бар жеті кереметіңнен кем түспейтін жеті бай бейнеу шетпе жаңа өзен бар мәрттіктің айнымайтын үлгісіндей Маңғыстау Алатаудай дәрежең бар Ақтауға тай бұрылдай жыр жараттым дәрменде ерлігіңді жырламақ кім байрағы батырлықтың бай ұлында түрікпеннен жер олжалап туға даттың
дұшпанына сес көрсеткен адайлар көрген соғыс түрлі азапның Ашхабадты да адай алар еді бек патша сөз айтып ед бір ғажаптың адайы тыныш болса алашымның маңайы тыныш болар бұл қазақтың бұл меліс марқы бөлек добалнардай үлдемнен бүлделерге оранғандай туатын 2 жылда түйе құсап оралдың 10 жыл салып оралмандай іздеді жүрсін менен жұртың сені кәдімгі алтын сақа жоғалғандай Аманжол Мұхаммеджан меліс кетіп айтыстың керуені тоналғандай көпшілік сені көріп қуанып тұр құдды бір айлықтары жоғарылардай ал енді көсіле шап шаң шығарып үйірі көк мойнақтың оралғандай сіз емес пе? Халыққа алаламай қол соқ дейсің. Біздегі бөлінбейтін жүз емес пе? Аңқыстанға Маңғыстау алаламас. Айналмасын алдында қыз елеске. Адайдың атын бермей бұл сарайға Абайдың атын берген біз емес пе? Әсемжан қарап тұрсам гүлдей мекен, күлгені айтысқанда күндей мекен, өзіңдей арулармен жасарғандай ағасы қасындағы бүрдей мекен, 2 жылда туатын түйе дейсің. Мақалыңның авторы кім дейді екен? Шырағым түйе басқа, кие басқа, әзіл мен әсем қызың үндей мекен. Келгенде Маңғыстауға түйе баққан бураның тумайтынын білмей мекен. Жылқысын барымталар, байықтырса ұйқысын канизакпен кайып қылса, көктен түсе қалатын көк жаудардың тақымында кетеді тайықтырса, айтыстан айғарамай тайғарайтын лағып бетпей шөлдейіп лайық болса, Оралтаудан оралып жатқан жулар Каспийге жан көзізін жайып құйса, теңіз құйса өзенге тентектік қой, біздің Каспий жайықта барып құйса, мысалы сөз дегенде сол сияқты Абайым астарынан танып тұрса, құлағымды салайын құрбы қызға, Әсемжан әңгімеге қарқ қылса, күйме жеккім келеді күйленгенде жалғыз аттың кепегі жалықтырса, шортанның шорағайын асып жейсің, қармағыңның қайраты балық тұрса, қалалық әкімдіктің қарсы алдында ұятмен қалқылдаған қайық тұрса, әкімдіктің
алдында әнге айналған қайтеді ақбөбекпен қайып тұрса. Қайыптарың келгенде қайықтарың табанын жалтыратып тайып тұрса. Дүние баяны жоқ балдайсың ба, таңдайға тамып кетіп алдайсың ба? Кеткен мал, кеткен нардың келесіндей, алданып бір күн сенде қанбайсың ба? Білмеймін жұмақтама, бұжақтама, бабалардың ізінен бармайсың ба? Өлмейтін кітаптарда өмір сүрген даналардың ізінен бармайсың ба? Әбішті әлдей деген бұл Маңғыстау жанатын жалғыз өзі шамдайсың да. Әминді әлдей деген бұл Маңғыстау қабыландай секірген қандайсың да. Есенғали сабыр мен Светқали көк ойнақтың үйірін аңдайсың да. Аға қызметің құтты болсын, Маңғыстаудың жерінде маңдайсың да. Жолбарыстай жоламан батыр атан, айналғанда жарқ еткен жағдайсың да. Дзюдоның күресін бастағанда қанаттардың қанатын байлайсың да. Күресін интернет шарлап кетті, нар кескен сөздерімді нардайсың да. Токиоға тоқ жарып ағам барса алтынды дзюдодан алмайсың ба? Ереке Токиода топырлатып жапондарды жамбасқа салмайсың ба? Талай елдің нан жапқан тандыраңыз, жапқаннандай жағымды әнжіраңыз. Баптардың ең үлкені арыстан бап, арыстандай дәуірдің алдын ағыз. Қожа Ахмет Яссауи қол бастаған Түркістанға түнемей қалды мағыз. Алтай алтын бесігі түркілерден түлеткен жандын ағыз. Ұлытауда ұлғынның тағдыры бар, Алашаны хан сайлап алдырамыз. Жамбыл менен келендей керіне баққан Жетісуға саусақты малдырамыз. Әулиелер қалқыған әуесінде Маңғыстауда рухани жаңғырамыз. Жаһанданған аузында жайындардың жаңғырмаса қайтадан қаңғырамыз. Бәсекелестік кенді бәстікпесең, ақштан ақша салар қайғыдаңыз. Ағылшыннан шаштарың ағармасын, нарықта тауып жейсің нандын ағыз. Латындатып, жүрекке жақындатып, қазағымның тіліне қамғыламыз. Балдардың сүттей аппақ санасына, шалдардың айттан дінін шамғыламыз. Туған жерде тулаған жүректерге туған елдің тағдырын қалдырамыз. Адамзаттың көшінде адаспайтын білімменен салтанат сән құрамыз. Елбасым қосылай деп еміренген, оятқандай қазақты қандын ағыз. Алаштың құлағына құйып жүрміз, өзбектей болмаса да даңғырамыз. Даңғыраға демал деп айтайын мен, соларды жырлау керек домбырамыз. Елінде қолын соғып қолдап отыр, өзіңдей өнердегі мақтанышын. Есейін менде сенің ескегіңді, жыргемен бүгін суға батпау үшін. Бәлендей сізге бөтен ниетім жоқ, үйіңе қыдыр қонып бақтарысын.
аялдамай. Қош дедік мелістеген жыр шағала, сөйлеуден сүйексізді жаңылсынбай. Жер шарын жеті айын алып келсем дағы, дәл маған сіздей аға табылсынбай. Жеп-жеңіл әсем қызды қауырсындай, ұстапсыз алақанда ауырсынбай. Маңғыстау қашаннан да ұл тұраны, ұлдары бесігінде бұлқынады. Ер жүрек ерлері көп қой бұл өлкеде, тастан қып таусалмайтын жыршылары. Ауылы батырлықтың құнан орыс деген сөз қашаннан да жүр тұраны. Ер шабай соның бірі тарихтағы, есімін естіген жау қылқынады. Ер лабақ жауды ұшпанға жасқанбастан, 30-ақ жігітпенен ұмтылады. Күзетіп мұнайымды шекарада, адайын тұрмағанда кім тұрады? Ұлтыза құнан ұрыс адайлардан, қазақтың дұшпанына күн туады. Бермесе жүректегі сырнайтыным, үні ғой бабалардың тыңдайтыным. Ағайын осы менен қоштасайын, бақытты шақ болса екен жырлайтыным. Сіздерді жырлай берем, оған жоқ менің ешбір бұлдайтыным. Ағатай айналайын сенді аман бол, анық қой бөтенге бой ұрмайтының. Аға деп әрлі-берлі соқтыққанмен, анық қой ақылыңды тыңдайтыным. Өзіңдей ағаларым аман жүрсе, сеземін қанатымның сынбайтынын. Ағайын көңілдерің жырым аусын, кеудеңде әсем қыздың үні қалсын. Мейрамың құтты болсын мерейлерім, құбыла жаққа енді бұрыларсың. 5 күннің бояуына боялдырмай, 5 уақыт намазыңа жығыларсың. Ақындар келген кезде ауылыңа, төрінде жүрегіңнің жыры қалсын. Аламан айтыс қылған ақтауына, Алланың ақ жаңбырдай нұры жаусын. Қасымдағы қауырсындай тыңдаймын әр сөзіңді ауырсынбай. Өзіңдей қарындаспен айтысқанда көзімде көлбеңдейді дәуіршіңдай. Алтындай айсыз түнде жарқыраған мойныңа тартылайын тәуірсындай. Үлкен бүркіт көрінген үстен көзге, дегендей дегелектей құстен көзге. Дегелек дедектеткен жыландарды табылады тажалдай күштен көзге. Айыр қалпақ ағайын бәйкелеген айналып жатушы еді пістен көзге. Қордайдан өтуші едің қосатпенен тұткізбей кебежеңді түскен көзге. Өкшесін қазақтарға қадап кетті атанбайып атынан түскен кезде. Алтын тақтың буы да арақтай ғой, азырақ ішпей мекен ішкен кезде.
иықтан жоғарылап иман кірген ағамның асқабағы піскен кезде Алмазбек артық айтсам кешірің деп ілбішіндей жылжыған істер көзге Хамда 40 кісінің ақылы бар сабасын сабырыңның піскен кезде Атанбайып аталас қырғыз едің 300-ді ғайбаттама 3 күн бізге Қайнатаңның қарама дамбалына көпшіліктің көйлегін пішкен кезде Әсемдеп айналайын деп айтайын Мен айтсам қай кезде де жөн айтайын Уақыт болды дегендей жүрсін адам Қалай мен сен айтқанда кем айтайын Сен айтпашы сол сөзді жүрсін аға Уақыт болды дегенді мен айтайын Көмір бүгін меріспен айтыстың қазіргі қылдаспаны әсемнің шайқасы қалай болды? Әсем мережеміз жоқ. Олай, ол ену. Мерс, Қосынбай, Маңғыстау. Олай, ол ену. Үзіліс жасайық па, яғына бәрі етеміз бе? Біз елден 4 ақын жазып, жұпта 4 ақын кеванықтап беріңізді, кімнің шыққаны жөн. Негде кімнің көргені көрінбейді, соны көріңіз жөн. Қалар аңыздар. Бұлау бұл. Бұлау біздің ең жүйрік ақындарымыздың бірі. Семейлік Рүстем Қайыртайұлы. Рүстеммен айтсақ, Маңғыстаудың жас ақыны Алтынбек Сүйенбекұлы. Басынан анық көрім Каспийдің жағасында жатқан елсің бір қосылып шомылып балықпенен Сондықтан беретұғын сәлемімді берейін теңізге тән қалыппенен Ақтаудың айлағына жүзіп келді ақшанған айтыс дейтін алып кемем Шаңкешті жүрсін деген капитан ғой 40 жыл қақпай соқпай алып кеген Мұндана келер деді, келмес деді, ерағам шағырмаса шалып деді. Кемелей көтеретін төбесіне, теңізге басым дейдім халық деген айтаяқы. Бұйрықсыз бір тамшы бал жары жалаймадан, мен де бір мүсәпірем дәм айдаған. Хабаны баласының тиіп отыр армандап кеткен жерге талай бабам. Құбыла жаққа қарай құлдыйладым, шығыстан шыққан күнмен арайлаған. Шығыста ақын ел бар абайлаған, батыста батыр ел бар адайлаған. Мұнайлы Маңғыстауға сәлем айтты, шырайлы Шыңғыстаудай сарайдалам. Мұнай жоқ Семейден келіп тұрмын, есесіне мыңғырған малайдаған. Тек қана түйесі жоқ біздің жақтың табиғаты болмайды қолайлыған. Тірі түйе көрмеген туысын көп, тек кітаптан қызығып қарайды оған. Соғымға түйе сойып көрмеппіз деп кетерді әкем айтып еді солай маған.
Сондықтан кесек-кесек сөз айтайын, бағасы бір түйеге маңайлаған, қуырдақтың көкесін күтіп отқан, аулыма құралақан қалай барамай қонағын қарсы алатын қыдырындай, өлкесін өрісіген ұғымың бай. Көптен бері көңілім пәс болып жүреді, іргеңде айтыс өтпей ірімімдай. Сондықтан біздер бүгін болмасақ та қашаған абылақтан нұрымыңдай. Шамамыз келгенше жарқ етейік, қармыстың қылышының сынығындай. Қос ақының қосылып ағылсыншы, ақмаңдай адай қыздың бұрымындай. Өнегелі сөз қалсын соңымыздан, кекілбай бәніштің ғұмырындай. Құлақтарға құяйық қар өлеңді, ағылған қарамынай құбырындай. Тереңнен сөз тарсайық байсалбайға, еңсептің қазып берген құдығындай. Өзімізден сөзіміз құнды болсын, көктемгі бекіренің ұрығындай. Мен мақтанам түрк. Қай ауылдан келдің деп қарап отқан ініммен, қонақпын танысай сырым менен. Қаз дауысты қазақтың бір ұлы едім, семсер түгіл сескентем үнім менен. Тарбағатай төскейін жайлап жатқан, таныстыра кетейін руым менен. Найманның ішіндегі қар ормандай, өсіп өнген елденмін мұрын деген. Содан бекен мұрынның мақты істейді, түтін шыққан ауылға бұрын келем. Немедей, қойдың есі шыққаннан соң бұл жаққа шауып келдім бүгінде мен. Мұрын болсаң мұрныңды бет қылам деп қараған қарсыластың түрін көрем. Айтыстың әу басында ескердейін, жөн болар жұдырығала жүгірмеген. Мұрынның әмбесатын ескеткендей маужыратып тастайын жырым менен. Мұрын жырау елінде дәлелдейін, ойнауға болмайтынын мұрын менен айқаяғым. Бісміллә, бір Аллаға сенгенсіңдер, кең қолтық майлы қиян төрденсіңдер. Бар еді жеті керемет Маңғыстауда, жолынан әуежайдың көргенсіңдер.